Соңғы 2 ғасырда әлемдегі өндірістік бағыт 2 рет жаңарған. Энергетика негізі көмірмен бу, содан кейін газбен ядролық отынға алмасты. Оның сарқылатын мойындаған әлем елдері 3-ші индустриялық төңкеріс жасауға бет бұрды. Қазақстанда да жасыл экономикаға көшудің алғы шарттары қолға алына бастады. Жуырда арнайы тұжырымдама бекітілді. Енді жаңа заң жобасын парламенттің қос палатасы мақұлдады. Тиісті заңнамалық өзгерістерді енгізіп, саланы жаңартуға бағытталған құжат мемлекет басшысының қарауына жолданды. Тілші бейнематериалы. Жер асты қазба байлығынан кенде қалмаған еліміз баламалы қуат көздеріне де бай. Жасыл экономиканы қалыптастыруға еліміздің ғылыми және инженерлік әлеуеті де жеткілікті. Мамандардың айтуынша, жаңа заң жобасы осы тың мүмкіндіктерді еңсеруге бағытталған. Бұл заң инвесторларды тартуға бағытталған. Жел энергиясының әлеуеті зор. Жылына 1 триллион киловатт сағатқа дейін алуға болады. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасымен бірлескен зерттеу жасалды. Қазақстандағы жел картасы бойынша ел аумағының 60%-ында жел энергия станцияларын орнатуға болады. Бұл инвесторлар үшін үлкен мүмкіндік. Энергетика саласында жаңартылатын электр қуатының үлесі 2050 жылға қарай 50%-ға жетуі тиіс. Нәтижесінде жалпы ішкі өнімнің энергияға мұқтаждығын 2015 жылы 10%-ға, 2020 жылы 25%-ға азайту жоспарда. Көмір, мұнай, олардың бағалары тек көбейе береді. Жектарды қарасаңыз, олардың бағалары төмендеп жатыр. Мысалы, күн панельдері 2000 жылдан бері осы 2013-те 85%-ға түсті бағасы. Заң жобасын талқылауда депутаттар баламалы қуат көздерін энергияға зәру болып отырған салаларға бағыттау қажеттігін айтты. Задача 60 тысяч тонн экспортировать мясо. Қазір басты бағыттың бірі 60 мың тонна ет экспорттау. Бұл үшін жайылымдық жерлерді кеңейтуіміз керек. Мұндағы суару жүйесін қалпына келтіруде әрине шопандарға бірінші кезекте керегі электр энергиясы. Баламалы қуат көздері меніңше осындай аса мұқтаж салаларға бағытталуы керек. Қазір елімізде алғашқы жобалар іске қосылып та үлгерді. Соңғы 3 жылда Солтүстік Қазақстан облысында 2, Қызылорда облысында 1 жел электр станциясы, ал Қостанай облысында биогаз қондырғысы орнатылған. Алматы облысында 1 жасыл ауыл жобасы іске асырылды. Мамандардың айтуынша, алдағы уақытта саланы ілгерілетуге инвесторлардың құлшынысы артып, шалғай ауылдарға электр жарығы жеткізіле бастайды. Электр желісіне қосылмаған ауылдар мен фермерлік шаруашылықтарға 50% жеңілдікпен баламалы қуат қондырғыларын орнатуға мүмкіндік болады. Бұл үшін мемлекет қаржы бөледі, бірақ қазақстандық қондырғыны алуы шарт. Сол арқылы біз отандық өндірісті де қолдаймыз. Жасыл экономикаға көшуде Киото хаттамасына сәйкес парниктік газдардың ауаға тасталуын азайту жоспарда. Ол күн, жел және биогаз өндірісін біртіндеп енгізу нәтижесінде іске асырылады. Бұл мақсатқа жыл сайын 3-4 миллиард ақш доллары көлемінде инвестиция жұмсалмақ. Бағдат Бектұрғанқызы, Нұрсұлтан Айымдосов, Махмуд Саурбаев, Хабар, Астана.